100 теңгемен тамақтанып жүре бересіз. 50 теңге. 50 теңгеге тамақтануға болады. Келістік. Баршаңызға сәлем, менің есімім Ырымбек Қабиден. Достар, мен өзімнің көзімді жеткізгенше, өзім барып, көріп, дәмін татқанша дейін сенбегем. Сіздер де бірден сене қоймауларыңыз мүмкін. Павлодардың іргесінде небәрі 100 теңгеге тамақтануға болатын асхана бар. Ай, жігіт, ол қай жерде? Ол әзірге құпия, оның жауабын сіздер менің YouTube каналымнан біле аласыздар. Ал әзірге осы 100 теңгеге Павлодардың дүкендерінде не алып жеуге болатынын барып бірге көрейік. Сәлематса, мен сіздерден 100 теңгеге бір жүрек жалғауға бірдеңе алайын деп едім. Тамақ. Пирожки қаншадан? 85. $15 қалтамда қалды. Рахмет, сау болыңыз. Ал өздеріңіз күә болдыңыздар. 100 теңгеге әрі кетсе осындай пирожок сатып алып жеуге болады. Ендеше 100 теңгеге кешенді ас ұсынатын аңызға айналған асханаға тарттық. Мінекей біз бар болғаны 100 теңгеге қарынды қампайтып шығуға болатын жерге келіп жеттік. Ол Павлодардан 35 шақырымдық қашықтықта орналасқан Павлодар ауданы Жаңақала ауылдық мектебі. Олай болса, асханаға кеттік. Таңғы ас тәңірден, ал түскі ас Жаңақала ауылдық мектебінің ас мәзірінен болайын деп тұр. Сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі түскі асқа не бар сіздерде? Бірінші борщ, екінші гарнир котлеты, подливкин компот и салат. Салат. Алмашы? И алма. Алма бар, е? Қанша бағасы? Бағасы 100 теңге. 100 теңге, е? Біз ақшадай алмаймыз, талондай. Апайды сақ. Талон қайдан алам? Апай ана жақта сатар. Қайдасыздар? Апай ана жақта. Жас кеттік онда бар, талон алайық. Апай, мінекей, міне мектептің өрі басылған, талон. Астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға белгілі, мектеп асханаларындағы кешенді астың орташа бағасы 300-400 теңгені құрайды, ал менің алдымдағы тағамның құны 100 теңге. Енді астан алып, асқазанға барғаннан кейін оның бағасын бере жатармыз. Және бисмиллахи деп бастайық. Міне борщ, ішінде міне еттер, кәдімгі ет. Бұл анау тез пісірілетін кеспен ішіндегі етке ұқсайтын соя емес, сиырдың еті. Дәмді екен. Таныс болыңыздар, менің жанымда осы мектептің директоры Көлтай Кәлихан мырза. Көлтай мырза, айтып кетсеңіз, 100 теңгеге тамақ беру идеясын кім көтерді, кім бастамашы? Бұл 100 теңгемен тамақтану 2013 жылдан бастап жүзеге асып келе жатыр. Оған себеп біздің Атымтай Жомарт ауыл азаматтары осы оқушылардың тамақтануына қамқорлық жасап, көмек көрсетіп, қол ұшын береді. Мысалы, айталық, осы ауылымызда Жаңақала шаруашылығы бар. Ол шаруашылық жаңағы мал шаруашылығымен айналысқанда осы мектепке етті тегін жеткізеді. Есіміңіз кім болады? Жұлдыз. Балаңыз осы мектепте оқиды? Осы мектепте 6-шы сыныпта. Өзіңіз де келіп ішетін шығарсыз арасында контроль жасап. Балалар, қалдарың қалай? Жақсы. Асхананың тағамы ұнай ма? Әңгіме қазір 100 теңге жайында болып тұр ғой. Осы уақытқа дейін, қателеспесем, 3 жыл бұрын түскі астың бағасы 50 теңге болған. Рас па?
Ол рас. Осыдан 2 жыл бұрын жаңа кешенді тамақтану небәрі 50 теңгені құрады. Себебі ол кезде азық түліктің де бағасы арзандау болды, және біздің демеушілердің де жаңа алғаш осылай кірісіп, балаларға жаңа қол ұшын көмек қолын созып жатқан кезең еді. Қанша тамақтың бағасы қанша мында? 100 теңге. 100 теңге? Қымбат емес пе? Ал егер мен мынау Павлодардан келіп, 35 шақырымды артқа тастап, осы жерде тамақ ішіп отыратын болсам, маған жеңілдік бола ма? Жеңіл 100 теңгемен тамақтанып жүре бересіз. 50 теңге. 50 теңгеге тамақтануға болады. Келістік. Әсіресе қай тағам сізге ұнайды? Бір сүйікті тағамыңыз бар ма? Осы столовыйда әдемі жасайды. Борщ ұнай ма? Иә. Дәмді. Еті көп шығар? Түф. Балаңыз ондай толық шығар ғой, Жоғы. Өрі сен маған 2000 теңге бересің, Енді алдын ала сізбен сөйлесіп білдік қой. Мектепте 90 бала бар, 92 бала. 92 бала бар. Бұл енді нулевой сыныпта есептемеген. Даярлық тобын қоспаған кезде 92 бала. 20 мұғалім бар. 20 мұғалім бар. 20 мұғалім бар. Бұдан бөлек ауылдың адамдары келіп тамақтана ма? Тек персонал дейміз. 16 тек кашигар бар, күзетшілер бар, жаңа еден жуушылар. Жалпы ұжым 36 адам. 36 адам. 36 адам, аха. Одан бөлек мысалы шеттен келген меймандар, не болмаса ауылдың тұрғындары келіп тамақтана ма 100 теңгеге? Егер қажет етіп жатқан жағдай болып тамақтанамыз десе, әрине ол сат. Мархабат. Иә, мархабат. Сен мысалы 100 теңгеге мынау мектептен шыққан кезде қандай ойыншық ала аласың? 100 теңгеге бір ойыншық келе ме? Жоқ. Кейбір кезде үйден шыққанда, школдан шыққанда екі нан аламын 100 теңгеге. Ал міне қарнымызды тойдырдық. Енді мынау 100 теңгелік тамаққа 1000 теңгелік батасын берейін деп тұр Ильяс деген жігіт. Кәне қолымды жаяқ, Ильямен. Ильяем. Асын-асына берекен берсін басына, қырғауылдай жорғалап, қыдыр келсін қасына. Пайғамбардай бақытты бол, Сүлеймендей тақтылы бол. Не тілеген тілегіне жет, екі дүниенің абыройына. Дастарханың мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын, достарың көп болсын. Әмин. Рахмет көп. Сонымен достар, 100 теңгелік кешенді ас туралы 100 теңгелік репортажымды қорытындылайын. Өздеріңіз көрдіңіздер, шынымен де елімізде 100 теңгеге тойып тамақ ішуге болатын асхана бар екен. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, подписация батырмасын бассаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден және видеограф Асхат Аманбеков. 100 теңге болғанша 100 миллион подписчигім болсын. Жүздескенше.